Қайырлы күн құрметті көрермендер, бүгін сіздермен өте тез дайын болатын кешкі асқа арналған асқабақ қосылған картоп дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керекті масалқымыздың барлығын ашып дайындап, етімізді осылай ұзынша етіп торып дайындап алатын боламыз. Және де осылай қызып тұрған қазанымызға етімізді салып жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Етімізді жақсылап қызарып қуырып алған соң, үстіне пиязымызды салып, оны да жақсылап қызарғанша әдемі етіп қуыратын боламыз. Және де осылай ет пен пиязымызды қуырып жатқан кезде сарымсағымызды да қосып қуырып жіберетін боламыз. Міне етімізді қуырып алған соң, үстінен картоптарымызды салып, оны да жақсылап араластырып, 5-10 минутқа бетін жауып, бұқтырып қуыратын боламыз. Қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бұл жерде кинза және де зира және де тұз бар. Барлығын жақсылап салып, араластырып, тағы да бетін 5-10 минутқа жауып қуыратын боламыз. Міне 15-20 минут аралығында картопымызды осылай қуырып, үстінен асқабақтарымызды салып, жақсылап араластырып жіберіп, бетін дымдап қоятын боламыз. Еті піскенше дымдалып тұратын болады. Міне біздің осымен барлық кез келген отбасыда сүйіп жейтін, барлық отбасыда дайындалатын, осындай әрі оңай, тез жасалатын кешкі асымыз дайын. Құрметті көрермендер, видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, міндетті түрде маған тіркеліңіз, және де менің каналымды қолдап кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да күшті рецепттерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.